Разрешение на заморозку. Яйцеклеток. Бастаймыз, Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Сіздермен жедел... жалған жаңалықтар. Разрешение на заморозку яйцеклеток. Бүгін 13:00-де еркектер қауымы жиналып, әйелдердің өз денесіне құқықтарын қайтаруды шешті. Енді әйелдер өзінің жатырына иелік ете алады. Құрметті еркектер қауымы осындай үлкен жауапкершілікті әйелдерге қайтармақты. Енді әйелдер сіздерден өтініш, өз денелеріңізді, бастарыңызды қосып басқарсаңыздар. Сосын тумаймын мынауларыңызды жинастырып қойыңыздар. Үйдегі ер кісілерге алғыс білдіруді ұмытпаңыздар. Ол міндетті. Акимат решил переехать в здание попроще. Келесі ЖЖ біздің қадірменді әкімдер қарапайым ғимараттарға көшуді жөн көрді. Жандарым сол ақшаны үнемдеп, бос понтыға құртпай, елдің игілігіне жұмсайық деп шешіпті. Rolls-Royce сияқты керемет мықты көліктерді де сатып, жай қарапайым кобальтқа мініп жүруді шешіпті. Алтындарым халқына енді осындай жаны ашып, ойлап жатқан айналып кетейін. Халықтың жинап отырған салығын енді халықтың қамы үшін жұмсамақшы. Теперь во всех школах есть мягкая туалетная бумага. Манау енді алдыңғы жаңалықтан да енді таңғажайып жаңалық. Бүкіл мектепте өзіңіз ойлаңызшы, әппақ, жұмсақ, мамықтай дәретхана қағаздары болады. Анау қағазды бірнеше рет орасаңыз, жастықты үлпілдеп тұрады. Енді біздің балдарымыз енді өсіп жатыр, енді осындай жақсы жағдай жасалып жатыр. Жақсарып жатыр барлығы. Дәретханаға жүргенбей кіріп жүреді. Бұдан артық не керек? Бұдан асқан қандай бақыт бар? Келесі біздің жаңалығымыз ол все вывески на казахском языке стали грамматически правильными. Көзге жөндеу, қоқөністер деген баннерлерден көрген шығарсыздар өздеріңіз. Енді ешқашан жаңылысқан ондай как попало жасалған жарнамалар болмайды. Анау сол жарнамаларды көріп көздеріңіз ағып шаршаған шығарсыздар. Қуана беріңіздер. Енді ондай заман бітті. Тез жасай салайық, тез ақшасын алып жасап бітіру керек деген, қазекең болса да оқымайды ғой деген жарнамалар енді болмайды. Бұл нағыз ұят. Әп-әдемі сауатты жазылған, дұрыс аударылған тему болатын жарнама бұл біздің бүгін. Бүгінгі біздің жаңалықтар сапы осындай. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.